Алаш ардақтыларының ішінде Ілияс Жансүгіров артынан мол мұрасымен қатар ұрпақ та қалдырған бақытты жан. Ілиястың Фатима есімді қос бірдей жарынан Саят, Ильфа, Үміт, Болат есімді ұл қыздары болған. Ілияс бірінші жары Фатима Төребаевамен 1928 жылы отау құрған. Ол кезде Фатима небәрі 16 жаста, ал Ілияс 34 жаста еді. 1930 жылы тұңғыштары Саят дүниеге келеді. Араға бір жыл салып, Сайра деген қыздары туылады. Бірақ ол сәби кезінде шетінеп кетеді. Осы оқиғадан кейін Ілияс пен Фатиманың жолы екіге бөлінеді. 1934 жылы Фатима Алматыдағы филармонияға әнші болып жұмысқа тұрады. Сол маңдағы шағын қонақ үйде тұрғанымызда әкем мені еркелетіп ойнатып кететін. Ол кісінің ұзын бойлы денелі қара сұр жүзі менің көз алдымда күні бүгінге дейін сол қалпында тұр, дейді ақынның ұлы Саят. Өзі жас, өзі көрікті әрі әнші Фатимаға сөз салушылар да көп болады. Солардың бірі, яғни өзімен бірге жұмыс істейтін Тәукелев Ибади деген әртіс жігітке тұрмысқа шығады. Сол тұста Ілияс екінші Фатимаға, яғни Фатима Ғабитоваға үйленеді. Ілияс пен Фатима Ғабитованың Ильфа, Үміт және Болат есімді балалары болады. Және де Фатиманың бірінші некеден туған балалары Жәнібек пен Азатты да өз қамқорлығына алады. Ілиястың өмірі туралы деректерді тұңғыш ұлы Саят осы екінші жары Фатима Ғабитовадан естіп біледі. Олардың қарым-қатынастары өте жақсы болады. Саят Фатиманы тәте деп атайды. Осындай естеліктерінің бірін Саят былайша баяндайды. Әкемді алып кетіп бара жатқанда, қайда, не үшін әкетіп бара жатырсыздар деп жендеттердің қолтығына жармасқан тәтемізге олардың бар айтқаны, кейінірек мынадай жерге келіңдер, сонда айтамыз болыпты. Содан айтылған жерге барса ылғи бір орыс әйел қарсы алып, жұбайыңыз 10 жылға сотталып кетті, оны іздеп келе бермеңіз, онымен хабарласуға тыйым салынады деп шығарып салады екен. Сөйтіп жүргенде Фатима тәтеміздің құрсағында қалған Болат айы күні жетіп дүниеге келеді. Соны көрсетіп, тым құрыса батасын алып қалайын деген ниетпен әзер дегенде рұқсат алып әкемізбен жолығады. Сонда ілекең жаңа туған баласын маңдайынан иіскеп тұрып, мен сияқты жазушы болам деп қор болғанша, одан да етікші болса да аман жүрсін депті. Осы ең соңғы кездесу болған екен. Содан кейін де бірнеше рет артынан іздеп бара-бара, әлгі қарсы алушылардың қайтаратын жаттанды жауабынан шаршаған адуын мінезді Фатима тәтеміз бірде орыс әйелдің жағасынан алып, адамды алдағандарыңды қашан қоясыңдар, аш қане ана подвалыңды, менің күйеуімнің сүйегі сонда жатыр деп айғайлапты. Содан кәдімгідей ығып қалған әлгі әйел іздестіріп, сұрастыратындарын айтып, жұбатқансып шығарып салыпты. Артынша, сіздің күйеуіңіз лагерде жүрген жерінен инфаркт алып қайтыс болды деген хабар жеткен. Оны әрине қолдан ұйымдастырып, ойдан шығара салған ғой. Әйтпесе, шын мәнінде олардың барлығын қазір ескерткіш қойған жаңалық деген жерге түнделетіп апарып атып тастаған ғой. Естігенім, ол кісілердің көзіне жауап жаман, бұзылған тамдардың ішіне кіргізіп атады екен де, үстеріне топырақ та салмай, жай ғана үйді құлатып тастап кете береді екен. Кейін сол жерге балалар барып, біздің талай-талай ардақтыларымыздың бас сүйектерімен футбол ойнаған көрінеді. Сондай қиын замандарда да адамның басындағы жағдайды пайдаланып, алдап кеткен алаяқтар болыпты. 1954 жылы бір күні Фатима Ғабитова тұратын Ілиястың үйіне бейтаныс ер адам келіп, мен сіздің күйеуіңізбен бірге сонау Тынық мұхитының бір аралында айдауда болдым. Күйеуіңіз тірі, түрмеден босады, бірақ онда кеме атаулы ат ізін сала бермейді. Мен солардың біріне әйтеуір ілініп кеттім. Сіздің күйеуіңіз келесі кеменің келуін күтіп қалып қойды. Сіз күдеріңізді үзбеңіз, ол келеді. Мен оның осындай аманатын жеткізуге сіздерге арнайы іздеп келіп отырмын деп хабарлайды. Мұндай сүйінші хабарды естіп, төбесі көкке жеткендей болған Фатима күйеуінің келуіне кәдімгідей дайындалып, жоспар құра бастайды. Сүйіншіні жеткізушіге ақша беріп, сый-сияпат жасауды да ұмытпайды. Бірақ бірдегілі адамға айтса, олар соған сенген сен де ақымақ екенсің. Қазір ел ішінде сондай алаяқтар қаптап жүр ғой дейді. Не әлгі адамға, не жұртқа сенерін білмей, әрі-сәрі күйде жүргенде, бір күні базарда үйіне сүйінші хабар алып келген әлгі адамды ұшыратады. Араққа әбден тойып алып, қисалаңдап басып әрең келе жатқан оны көргенде қаны басына теуіп тап береді. Ол қорыққаннан қаша жөнеліпті. Сол оқиғадан 3 жыл өткен соң барып, 1957 жылы Ілияс Жансүгіровтің 1938 жылы ату жазасына кесілгендігі жөнінде қағаз келеді.